Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Димон Лимон. Біз бүгін сіздермен бірге осы Five Nights at Freddy's Secret of the Mimic жалғастыратын боламыз достар. Біз алдыңғы частта осыдан тоқтаған болатынбыз. Біз басынан артқа бара алатынбыз ғой достар. Короче, осы лифттан екінші этажға шыққан болатынбыз. Так, алдыңғы частта біз не білдік? Давайте бір қайталап еске түсіріп кетейік. Алдыңғы частта біз клоун артымыздан қолады, қорқынышты мимик деген клоун роботымыз, эндоскелет робот. Вот міне достар, мынау тұр міне. Осы біздің артымыздан қолады. Достар, бұл кім десеңіздер, давайте еске бір түсірейік. Бұл Эдвин Мюррей деген бір ағай шығарған. Бұны не үшін шығарған бұл роботты? Бұны өзім баласы үшін шығарған. Достар, короче, сол ағай Эдвин Мюррей деген көп жұмыста отырады, осындай роботтар шығарады, баласына уақыт бөлуге просто уақытсыз жоқ ол. Только жұмыспен айналысады. Сондықтан баласын іші пысады, конечно. Іші пысқандықтан ол, конечно же, идея келеді оған. Мынаны шығарады ғой достар, короче, мимик деген бізде қорқынышты аниматронин шығарады. Негізінен қараңдар, ол міне давай ойнайық деп жазып қойған. Негізі ол жақсы тоғын достар. Негізі оны жақсы болып шығарған. Но потом мимик программа бар екен, ода скопировать ету деген. Осы сосын барып біреудің жынданғанын көрген, жолдама біреудің жынданғанын көрген, агрессия болып, бір нәрсе деп атқан кезде, ол соны скопировать етіп алған достар. Сосын скопировать етіп алып, ол және соны не істейді, конечно же, қолданады ғой соны достар. Сондықтан непаладкелар сондай негатив кетіп қалған ғой достар. Агрессияны скопировать етіп соны қолданады. Агрессия болады ода достар. Бізді көрдіңдер ғой оны. Ол негіз жақсы, давай ойнайық деп бізді өлтіргісі келіп жүр. Естіп қуам келеді, өлтіреді ғой бізді достар. Короче, түсіндер ғой, я? Эдвин Мюррей деген бұны баласына шығарған ғой. Жақсы болу үшін. Чтоб оны іші пыспас үшін. Бірақ не болды? Мен түрме қара. Бірақ ол агрессияны скопировать етіп жаманға айналып кеткен достар, короче. Біз осы жақтан тоқтадық. Ал давайте болды жалғастырайық. Қараңдар. Бұны да Эдвин Мюррей шығарған точно. Вот біз алдыңғы частта соны білдік. Және мимик жақсы ол. Қараңдар. Жоқ, кнопка бар ма деп ойласам сындырып жүрген екен. Ё-моё, кеттік. Давайте. Мына жақ келек уже бізде новый локация достар. Так, давайте мынаны тыңдаймыз ба? Бізде неше уровень бар? 3 уровень. Так, мына жақта басқа нәрсе сөйлейтін шығар. Біз алдыңғы частта көрген кезде бізге сөйлеген что нені? Лифт жөнде деп. Так, өшілген жағдайда кабельді қолдан дейді. Так, менде нормально бәрі негізі. Соны айтасың ба басына? Баға деген нәрсені жатыр. Возможно, напряжение кетіп қалуы мүмкін, дұрыс емес нәрсені бар. Тикет трона, чтобы перезапустить систему. Так, достар, бұзылып қалған ба сондай бір нәрсені жөнде деп тұр тағы да. Так. Достар, мен опять қуанып тұрмын, что мен осы орындықта осы нені ойнап отырмын деп. Достар, қараңдар, мен түсінім. Неқта біз, короче, бір затты салып, біз рычаг дайындаламыз. Достар, бізге рычаг керек қой. Достар, және бізде бір жаман еші мен түсінгенім, сол мимик деген клон бізде кез келген уақытта бізді алдымыздан шығалады ол. Кез келген жерде өткен достар. Қараңдар. Кешіріңіз. Мен сенің даусыңды ала аламын ба? Проектке дейді. Бұлар сөйлесіп отыр. Мен сен даже білмеймін ғой, мен мына жаққа енді келгенмін. Может, ең басынан бастаймыз? Мен атым Фиона. Сенші дейді. Эдвин Мюрреймен сөйлесіп отырмыз. Бұл менің жерім, мен әкемін дейді. Мен бұл жақта ойыншықтармен жұмыс істегенмін. Сен бұл жақта бұрын болғансың ба дейді. Болғам дейді. Мен сен дауысын записать етсем бола ма дейді. Ол не дейді? Бұл, короче, аудиокассеталық рекорд дейді. Просто қазір айтам, достар. Когда вернусь к своему, это невероятно, как ты это называешь? Я не знаю, я еще не придумал имя. Эдвин Мюррей мен Фиона сөйлесіп жатыр, достар, короче. Эдвин Мюррей деген бағадек клон шығарған адам. Я думаю его назвать выручалкником. По сути, он не создан был для этого. Это отличное название. Буду рада помочь, какой голос мне использовать. Достар, мне кажется, мимик шығарып жатыр налар ше. Так, біз тақып тыңдаламыз ба? Жоқ, басынан болып кетті, достар. Короче,
Фионаның даусын бір проектке алған, оның даусын бір нәрсеге сұраған, короче. Так, достар, бәрінде басында жақсы болған сияқты, достар, аңғарыңдаршы. Эдвин Мюррейдің даусын естісен, жақсы, бәрі спокойно, күшті, жұмысын орындап жатыр. Сондай болып тұр да, достар. Для теста. А болды уже, жоқ болып кетті дауыс, достар. Мен асқа кетіп қалдым. Аңғарыңдар, мына жақ не? Код, достар, наяқта тағы да бір кодты табуымыз керек. Наған уже 4-ші уровень керек, бұған 4-ші уровень керек, біз бұны ашламаймыз. Достар, мен қорқытырмышым, мимик в любое время келе алады ғой бізге. Достар, қазір алдынан шық қаса. Қашалмай қалайын деп тұрмын, достар, мен алдың частан қорқ қалдым просто. Мен қашалмай қаламау бұл жол. Наңғарандар, шоурум дейді. Немене қанша мына жақта шоурум, достар, шоурум деген көрініс залы ғой. Наңғарандар, не? Опа. Достар, осыны орындауымыз керек. Давайте, бұл смело ғой. Короче, мына жақтан жидкость барады осы жақтан. И мына апару керек, короче. Кеттік смело. Так, мынаны жужық астыға ау басынан, достар, тағы да астыға апару керек сияқты. Или қазір көреміз. Так, достар, астыға екен. Болды, easy. Ой. Астыға емес па. Так, давайте битейік енді. Мынау X екен. Разница жоғы, X болса, значит. Өй, неғып кетіп қалдың сен? Тұқта. Күтсі, ё-майо. Ай, достар, не болды? Тұқта, не істеу керек? Басынан. Басынан. Достар, енді астыдан емес, төбеден сияқты ғой. Алдыңғы части астыдан болған еді, естерінде болса. Так, опа, так, сосын. Давайте анау төбедегін істеп көрейік. Опа, нормально. Так. Сен емес. Так, может быть. Осылай, достар, болды ау? Жоқ. Так, бізде, кажется, осы арқылы, бізде мынаған, тек осы екі тоқ арқылы келеді. Мына жақтан, либо мына жақтан. Так, қайсы? Достар, надо уақыт тұр ғой, тез толтырып алу үшін. Ё-май, уақыт, бітті уже уақыт. Біз өстік. Міне. Тоқтаңдар. Міне. Так, все. Тоқтаңдар. Оп еді. Тоқтаңдар. Үстеміз. И так, мынаны бейтеміз ғой, достар. Оба дейміз. Болды, достар, наңғарандар. Үстіп барат. Оба, достар, смело, давай. Жүре бер уже. Наңғарандар. Достар, қош келдіңдер, үлкен шоуға павильон дейді. Не нау? Карнавальный игрге аттан дейді. Өзінің удачаны тексерде бір нәрсені жен дейді. Егер де сен музыкаға лиценз алғың келсе, билет ал для входа дейді. Билет ал дейді неқтан. Берси, жабық деп қояды оналардың, аңғаранда достар, клозет деп қояды. Билет ал дейді. Неқтан алам ба? Ой, неқтан алып келем. Немен достар, бәрінде айналдыра бересің ғой? Өтінемін, өзінің тегін билетінде алшы дейді. Наған беру керек сияқты ма? Ой, не шоу? Павильон Тикетрона деген шоуға қош келдің дейді. Сенің билетін бір рет айналдыруға рұқсат береді дейді. Мен өлтірі жермейсің ба сен? Достарын аңғарандар, не нар? Ойбай. Не деген бір түрлі және интересный ойын дейді. Қызықты ойын. Көп сатылымдар дейді. Достар, мына жақ көп кукла болған соң қорқынышты шы. Не дейді? Мен өзімнің семьямен уақыт өткізген жақсы көремін дейді. Өз удачаны колесомен тексер дейді. Колесоны айналдырып және жен дейді. Кез келген ойында женіп бесплатно прокрутить дейді.
Давай, көрейік ал. Давайте, не бар мына жақта өзі? Отолдан дейді, 10% дейді. 10% скидка, кажется. О, этот, не повезло, короче. Давай, басынан көр дейді. Бесконечно көруге бола ма, достар, сонда? Айналдыр, бесплатный прокрутка дейді. Енді болса енді. Достар, ана бұзып қалды, қудан ау. Достар, мына жақта уже бір нәрселер бұзылып отыр. Қараңдар, сандар тұр мыналарда. Так, тоқтаңдар, мына жақта бір нәрсені шешу керек ау уже. Қараңдар, 0 1 2 0 1 2 8 7 3. Так, онда аналарда да сандар бар шығар, достар. Қараңдар, нада да сандар бар. Негізі құрдан құры беріп қойған жоқ емес ау. Так, мен сенен не істей аламын? Мынау всегда маған қарап жүр. Билет деп қойыпты. Йо, достар, осыны әшейін клиенттер үшін соққан осы Эдвин Мюррей деген. Дайте мына ойынды ойнап көрейік. Мистер, күтіңіз, өзінің, короче, удачаны тексер дейді, өзінің навыкында. Так, не істеймін? Түсін. Оба, ой, блин, үлгермедік. Оп. Давай, тез дейді. О, үлгердік, достар, смело. 1 2 3 4. Әне. 1 2 3 4. Оба. 1 2 3 4 5. Ай, үлгермей қалдым. Оба, әдем, достар, смело. Атылса, атылмай қалды. Ай, блин, атылмай қалды, достар, просто. Давай, бізге не береді екен, достар? Бізге может бір подарка береді шығар. Ай, блин. Еба. Бізде жеңген адам бар дейді. Бірінші прокрутка бесплатно. Билеттер өтінем. Подойди к колесу призов дейді. Өзін жеңісінді беретін жерден ал дейді. Короче, жеңсен бір жерде береді сол жеңісінді. Маған қарап тұрма бәрі. Достар, андай ау қазір. Короче, мен артқа қарасам бұлар жүреді. Билет өтінем дейді. Ойбай. Шош жүрді ғой. Билетті ал дейді, өтінем. Короче, алмасам анау жынданып кетеді. Бәрі бұл жақта, короче, достар, агрессияны скопировать етіп алған деп ойлаймын. Өйткені бәрі бетіп қумау керек. Так, мен сендердің арасында смело өте бірім. Билет өтінем дейді. Достар, короче, ана жаққа баруға болмайды. Мен кажется, бір жерде билет тұр, мен соны алмай жатырмын,